Кие. Екінші бөлім. Ет желініп, соңынан көп ұзамай шай дастарханы жасалды. Бүкіл төрді алып, көлденеңде жантайып жатқан Жарылқасып бүгін осы үйдің қонағы екенін, енді алдын кешке салып аттанып кетпейтінін нық байқатты. Өз бетінше жартымды ештеңе айтпай, мұның сауалдап, суыртпақтаған сөзіне ғана қысқа жауап қайырып отырған Исалының салқын қабақтау шырайын ол сезсе де, сезбегендей болды. Білдірмей тым-тырыс шай құйып отырған Сақилаға оқтын-оқтын көз қиығын тастап қояды да, үнсіз қалған үй иесі тағы да әңгімеге жетелейді. Сізді осы жердің Самның жай-жапсарын, әргі-бергі тарихын жақсы біледі дейді. Білгеніңізді айта отырмайсыз ба, ақсақал? Ол ақ қалай темірден жасалған әдемі темекі сауытын шығарып, сырт еткізіп ашып, ішінен Қазбек сүйріктей бір талын алды. Тұрш ишан деген кім болған адам өзі? Тастан тұтас бір қамалғып мешіт пен бала оқытатын медресе салып тастаған көрінеді ғой кезінде. Қай заман өткен мықты, анадай керемет құрылысты салдыру екінің бірінің қолынан келе бермейді сірә. Өзі осы өңірде елді усын тастаған шынжыр балақ, шұбар төс феодалдардың бірі болса керекті. Исалы өзіне түсініксіздеу, бірақ жағымды тұрғыда айтылмаған феодал деген сөзге тосыңқырап, қабағы кіртиіңкіреп қалды. Қайдам, биодал болыпты ол кісі дегенді өзім көрген кәрі құлақ көнекөз үлкендердің аузынан естіген емеспін. Бірақ беделі бұл төңіректен адай жұртынан асып, сонау түркмен, қалпақ, өзбек еліне де жеткен салауатты, білім зердесі терең ғұлама, әулие кісі болғандығынан ақ хабардармын. Сізге басқадай не айтайын? Исалы ұшы қос айрықтау болып біткен көкселдірлеу сақалының бір ұшын оң қолмен дамылсыз шиыршықтай берді. Жарылқасып езуіне қыстырған темекісін құныға сорып, түтін бір бұрқ еткізіп қойды да, ғұлама әулие болған дейсіз, деді көзін құйтырқыландыра ойнақшытып. Өзі ғұлама болса, қалайша ол әулие болмақ? Әулие дегеніңіз әлгі құдайшыл, діндар, қараңғы жұрттың табынатын пірі сияқты бірдеңе емес пе? Ғұлама мен әулие бір ұғымға сыймайтын нәрсе менің түсінуімше. Өзі ғұлама, өзі және әулие болады, мүмкін емес бұл. Исалы кірбің ұялаған қабағын жазбады. Даусын ыңырана созған Жарылқасыптың сөзі құлағына жақпай отырғандығы осы кейпінен анық танылғандай еді. Өзі әлгі сол ишаныңыздың ру адай дейді, сізге ағайын, тумалық жақындығы да бар екен ғой. Жарылқасып қабағы қатулы, түксиіңкіреп отырған Исалға енді бұған не айтар екенсің дегендей сыңаймен қарады. Иә, бәріміз бір адаймыз ғой. Ол кісі Келімберді адай, оның ішінде балықшы, одан бергі аталары Өртілес, Қостай, ал Қостайдан Мәмбет, Түрекең, Тұрш ишан осы Мәмбеттен тарайды. Жарықтық Түрекең көп жасапты. Кәлек тептендіруден бір жыл бұрын 97-ге қараған шағында дүниеден өтіпті. Әбден қартайып өлген екен ғой байғұстың өзі, деп Жарылқасып әңгімені одан әрі тыңдауға бейіл танытып еміне түсті. Өмірден жақсы жаманды көріп, зердесі ойсана парасаты көмескіленбей, көз жұмғанша ақыл есінен ажырамай, баянда ұзақ ғұмыр кешкен ғой жарықтық, деді Исалы үннен мақтан сезімін әдейі асқақтатып. 10 жасынан ілім іздеп, осы Маңғыстаудың табанынан, осы құм арасындағы елінен Хиуа асып, сондағы атақты бір үлкен медреседен дәріс алыпты. Адамзат пайда болғалы ықылым уақыттан бергі хатқа жазылған білімнің нешеме саласынан көкірегіне нәр құйған, ол туған жұртына оққан-тоққан дәйегі мол ғалым болып оралыпты деседі содан. Балам, енді басыңа құйып, көкірегіңе сәулелендіріп алған біліміңді қайтпексің, қайтып пайда қаздырмақсың? Әлде өзіңнің білгеніңді өзіңде тұмшалап, дымнан хабар жоқ мына қараңғы қарабайыр біздің қасымызда жүріп, қиялы күй кешпекпісің? Біліміңді енді кәдік асыратын жөн-жосықты ойлап бажайлағаның бар ма? Деп сауал қояды әке соған. Ойлағаным бар әке, дейді сонда Тұрш. Ойлағаным, хиуалық ұстазымның маған тапсырған аманат батасын орындау.
қадірменді ұстазым маған еліңе барғасын мешіт, медресе салдырып, еліңе имандылық пен ізгіліктің, білімнің дәнін сеп, халқыңның адал сауабын ал деп аманаттаған болатын. Осы аманатты орындамасам, оқығаннан өзгеге дарытқан қадір-қасиетімнен де зая кетпек. Ұлының аузынан шыққан көшелі сөзге ырза болғанымен, әкесі оған мұндай үлкен құрылыс салудың оңай еместігін көрсетеді. Тұрыштың бұған да айтар уәжі бар еді. Әке, бұл ғимараттар тұрғызуға алдымен Алланың өзі қолдар. Одан қалды хиуаның тастан өрнек өретін хас шеберлерін жіберіп көмек көрсетуге ұстазым уәде еткен. Ғимараттар қабырғасын көтеруге үстірттің ұлутасы бар. Ал ағашты керуен жібертіп алдырамыз, әке. Бұл ісімнің ойдағыдай оңғарылуына бекет ата аруағы да жебеуші болады. Батаңызды беріңіз. Алдыңнан жарылқасын, ізгілік жолыңдағы қадамыңды Тәңірім қолдап, ісіңе сәттілік берсін балам, деген әке батасын алып, Тұрыш мешіт пен медресе салу ісін бастап кетеді. Білімдар, талапты жігіттің ізгі бастамасын ел-жұрт қолдап, демеп, құрылыс жұмысына бір кісідей атсалысып, осы мынау самның меңіреу түкпірінде Тұрыш ишанның мешіті мен бала оқытатын медресесі бой көтереді. Бұл кісінің табан аудармай осы мекенде білімнің жарық сәулесін талай шәкірттің көкірегіне түсіріп, халықтың рахмет сауабын алғандығының өзі ғұламалық емес пе? Біздің бала кезімізде Тұрыш ишанды көзімізбен көрген көнекөз қариялар оны айрықша қасиетті кісі болған деп отырушы еді. Емшілігі де, көріпкелдігі де адам санасына сыймайтындай ғажап екен. Ғұламалығына қоса әулилігі де осындай киелі қасиеттілігінен болар. Жарылқасып басын шайқап, апыр-ай, деп я таңданғаны, я күмәнданғаны белгісіз кейіп танытты. Тұрыш ишанның әулиелік қасиетіне байланысты ел ішінде айтылып жүрген әңгіме көп болатын. Оның қайсыбірі ұмытыла да бастады. Діншілдікті уағыздау деген кінәрат қойылғасын, бірден бірге жете бермей, үлкендердің көкейінде өздерімен бірге кеткен сөз қаншама. Адамның жақсылығын, жұртқа тигізген шарапат кез туралы айтудың қандайлық зияны болғанын білмеймін. Үкімет әйтеуір қатты қарайды ғой бұндайға. Исалы темір қалбардан тағы да темекінің бір талын алып жатқан Жарылқасыпқа көз қиығын бір тастап қойды. Надандық, қараңғылық дегенде міне осындайдан келіп шығады ақсақал, деді Жарылқасып темекісін тұтатып жатып. Адам сенбейтін қайдағы бір нәрселерді ойлап тауып, соны әлгі осы Тұрыш сияқты діндарларға, молда ишандарға таңасыңдар. Надан халыққа қайдағы бір жоқ Құдайдың атын айтып, аузынан Құраны мен Алласы түспейтіндердің бәрі жатқан бір әулие керемет ғұлама дейсің, білімдар дейсің. Ал сол Тұрышыңның ұрпаққа жазып қалдырған қандай еңбегі, әке кітабы, хаты бар. Жалпы мұндайды ойланып айтқан жөн болар. Қайдағы бір феодалды діндарды албатты ғұлама керемет деп марапаттағанымыз ақсақал, сізбен бізге жараспайды. Даусын көтеріп ықтыра сөйлеген Жарылқасыптың сұрынан кәдімгідей-ақ сескеніп қалған Шәмия шалына бәсең ғана үнмен: жайыңа қарап отырмаймысың, нең бар сонша елере сөйлеп, әлде қашан сүйек қурап қалған ишанды тірілтейін деп пең мұндар, деді. Жә, енді қонақ кісі әңгіме сұрағасын, білгенімді айтып жатқанымда. Исалы аузына қапелімде жартымды сөз түспей кібіртеңкіреп күмілжіңкіреп қалды. Исалының төменшіктеп пәсейіп қалғанын, өзінің әлгіндей үстем сөзінің нысанаға дөп тиген деп түсінген ол, жүзін одан әрмен сутыңқырай түсті. Қыстың құм ішінде жылып басталғанын жақсы, ал ертең күні кәріне мінсе қайтпекпіз. Баспанасыз, қора-қопсысыз, қамсыз отырған мына өзің сияқты малшы халықтың жағдайы не күйге душар болмақ? Қарап отырсаң, тірі адамнан гөрі өлгендердің, бәйбіше дұрыс айтады, сүйегі қурап қалғандардың жағдайы әлдеқайда жақсы. Әрқайсысы жатқан бір әулие, бастарында мазар, қала берді мешіт, медресе дегендер тағы бар. Тұтастай бір қала салуға жететін кірпіш, тас сулардың моласына қаланыпты. Осындай жағдайда отырғанымызда не мектеп, не дүкен, не баспанамыз жоқта, заңғардай мазарларға, әйтеуір қайдағы бір әулиенің салдырған моласы екен деп, соған құлшылық жасап,
табынғанымыздың жөні бола ма? Қалай ойлайсыз, ақсақал? Исалы Жарылқасыптың не айтпағын қапелімде тура басып аңғара алмай қалды да сөздің мән-жайына пәлендей түсінбеген раймен «Қайдам?» деп бір иығын көтеріп қойды. «Қайдам» деген жауап емес, менің айтып отырғаным дұрыс па, бұрыс па, соны айтыңыз. Исалы аңтарылып Жарылқасыпқа тағы да артық ауыз бірдеме айтып қоя ма деп мұның аузын бағып, өзіне телмеңдеп қарап отырған кемпіріне бір қарады. Нені дұрыс, нені бұрыс деу керектігін біле алмай дал болды. Шалының осы кейпетін айтқызбай-ақ сезген Шәмия кемпір: «Бәтір-ау, бастық зираттың басындағы тастардан үй тұрғызамыз, мектеп құлып, дүкен саламыз, сол дұрыс па деп сұрап отыр. Құлағың тосаңданып қалған бөзіңнің, немене?» деді үстемелете сөйлеп. «Не дейді? Зираттың тасынан ба? Тұрш ишандікінен бе? Сұмдық-ай, не дейді?» Исалының даусы кілт шығып тіксініп қалды да мұнысынан өзі де біртүрлі шошыныңқырап абыржулы күйге түсті. «Тұрш ишандікінен болса ше, онда тұрған не бар екен сонша? Мешітінде, медресесінде бұзамыз. Ұрпақ жұрты үшін бұл іске де ол шынымен әулие екені рас болса, ренжи қоймас. Хе-хе-хе!» Жарылқасып сөзінің аяғын мысқылды күлкіге айналдырып барып тоқтады. Үрей әлде ызаның тітіреністі түршігі тұнған көздерімен Жарылқасыпқа әнтек жалт қараған Исалы мына қатыгез шешімге тойтарыс берейін нендей сөз тауып айтарға білмеді. Осы бір мезетте «Астапыралла, мынау адам емес, дүлейдің нағызы» деген ой жүрегін төмен суырып, арқасын аяздай қарып өткендей болды. Өн бойын суық түршігіс биледі. Үй иесінің әлем тапырақ болып кеткен кейпіне туралай қарауға қапелімде дәт жетпеген Жарылқасып одан көзін аударып, жүзін бұрып жіберді. Жетілік мұржасының ұшы кетілген майшамның сарала күңгірттеу жарығы бес қанат үйдің ішінде орнаған қолайсыз үнсіздікті одан бетер тымырайтып, ауыр мұнарға тұмшалағандай. Арасына түйе жүн салып сырмақтаған күпісін иығына іліп, Исалы қотан жаққа түнектеу қойды қарап келуге шығып кетті. Қонаққа төрге төсек салып берген Сағила ыдыс-аяқты жуып-шайып жуындыны төгуге далаға шықты. Түн тып-тымық әрі жап-жарық. Шеті сәл кетілген күлшедей дөңгеленіп толысып қалған айдың ақкүміс уыз нұры төгіліп тұр. Жүзін айға беріп, түнгі көркем аспанға Сағила елжірей елтей қарады. «Айдың әдемісін-ай қалқам!» деген оқыс шыққан дауыстан селт ете түскен ол үйді айналып бері өзіне қарай келе жатқан Жарылқасыпты көз шалды. «Толысып әдем болып тұр екен-ә? Айдың жарығы астында құрбы-құрдастарымен ойын ойнаған кездерің есіңе түсіп кетті-ау сірә? Қазір ойынның үстіне түстің бе екен айнам? Хе-хе!» Сұп-суық ызғар іші-бауырын қарып өткендей Сағила жағымсыз бір діріл билеген өн бойын жинай алмады. Дөрекі, мипаз, ұнамсыз үннен қатты шошынып әлдене деуге тілі икемге келмеді. Үн-түнсіз бұрылып тез үйге кіріп кетуге де шамасы жетпеді. Ыңғай оралымынан айырылған адамдай аяғы зіп-зілдей боп сол тұрған орнынан қозғала алмады. «Неден қорқып кеттің қалқам?» деп құмыға сыбырлады Жарылқасып. «Сен қорқатындай не айтып едім жазған басым? Өзің сияқты дидар толысқан жарқайдың әдемілігіне таңданғанымнан секем алатындай не бар, айтшы қалқам Сағилаш, ағаң өзіңді былай жақсы көріп?» Қотан жақтан бері қарай келе жатқан Исалының сұлбасы қарауытты. Үйден кемпірдің «Сағила, қайдасың?» деп шақырған дауыс естілді. Өзіне енді болмағанда тап беріп бас салудан тайынбай тұрған дөңкебай дөрекі немеден қалай құтылардың амалын таппай тұрған ол жалт бұрылды да кесе-көлденең деген тосқауылдан қайтып шығып, аяғын тез-тез басып үйге лып етіп кіріп кетті. «Айтақ, жолбарыс!» деп төбетін айтақтап қиқулаған Исалының даусына Жарылқасып елең етті. Осы мезетте құм арасынан шаң-шаң кетіп қарсақтың үні естілді. Құмның қойнау-қойнауында бұғып қалған қойлы ауылдарды аралай жүріп, Жұман биылғы қыстың малға аса жайлы болып тұрғанына көз жетіп, көңілі орнықты. Мал жақсы қоңданған,
наурыздың басын ала көктем шыға көшіп жемнің бергі бетіне жеткізіп қоздатқанда қыстан күйлі шыққан малдың шығынсыз төлдейтініне ол ешбір күмәнданбады. Қысы-жазы қолға қарамай аяғынан өрістеп шығатын еділбай қойының бабын бір қойыштан кем білмейтін Жұман қазіргі құм ішіндегі жылы қыстың жайсыз тер жағын да біледі. Бұл судың жетімсіздігі. Оқта-текте түскен қырпық қар қыс бойы суаттан су ішпей қарлап шығатын қойдың аузын дымдауға да жарамайды. Қойшылардың қазір ілдаланып жан сақтап отырған бірден-бір су көзі шеген құдықтар. Бұлардың да көпшілігінің көзі бітеліп немесе өріп шығарылған аузындағы тас шеңберлері ішіне құлаған. Жұман жүрген жерлерінде құм арасында атам заманнан бері сақталып келе жатқан, бірақ көптен кәдеге жаратылмай жатқан қара таспен шегенделген осы құдықтарды самның ұңғыл-шұңғылын жақсы білетін Ілиястың өзіне берген қолдан сызылып жасалған картасы бойынша іздеп тауып әрқайсысының басына белгі қойып кетіп отырды. Ойы кейін бір қалт еткенде қойлы ауылдардан бір адамнан шығарып қауымдасып бұларды қалпына келтіру. Әрине бұның оңай шаруа еместігін біледі, бірақ көз құрқа қол батыр әрекетсіз отырғаннан пайда жоқ. Малға оты қалың жайылыста суы мол суат та керек. Ал қалың құмның ішінде суы тұщы мол құдықтар ғана, қайтсе де солардың тіршілік беретін көздерін ашулары қажет. Жұман бұл құдықтардың, әсіресе Қарасай құдық, мол құдықтың, жар құдықтың, сыңғырлау матай, көптамдағы құдықтардың тарихы сонау көне жібек жолы заманынан басталатынын, бір жолы осы өңірге қатысты тарихи еңбектерді іздеп оқып жүретін Ілиястан естігені бар еді. Ілекеңнің айтуынша бір-бірінен ара қашықтығы 10-15 шақырымнан 70-80 шақырымға дейін жететін бұл құдықтар аралды жағалай өтіп Атырау теңізі арқылы шығыс Еуропа елдеріне қарай шығыстан тартылған көне жібек жолының бойында кірешілердің тоқтап ұзақ сапарда тыныс шақырған жерлерінде қазылғандығына қатысты болжам деректер қазақ даласының көне тарихында терең бойлаған Левшиннің, Бартольдтің зерттеулерінде, жазбаларында кездеседі екен. Ал оның осы үстірт пен самның әргі-бергі кезеңдердегі шежіре тарихымен әр шұңғылы, әр төбесін кереметте жақсы білетіндігі өз алдына. Жұман құм арасында ғасырлар тылсымында жасырынған шежірелі мекендерді бірге аралап жүрген сапарында Ілиястың айтқан әңгімелерін көңілінде қайта жаңғыртып, айрықша бір әсерлі күй кешкен еді. Ол Ілиястың қазақ жерінің тарихына қатысты еңбектерді көп оқитынына сүйсіне қызығатын және өзінің көп нәрсені білмейтініне де бір жағынан өкінетін. Жалпы зердесте, адамдық парасатта терең Ілиястан үйренер көп өнеге бар екенін ол іштей мойындап жүреді. Тарихтың ізі сөйтіп салқар құмның бұйраттарында да өзінің белгісін қалдырған. Ұзыннан шұбақ созылып, қысы-жазы осы тым-тырыс бұйығып жатқан құмдығы шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай ерсілі-қарсылы тартылған өмір жолы, тіршіліктің жолы үстінде сан алуан адамдардың сан алуан тағдырлары өткен. Ежелгі мекен замандыларының қойнауында мүлгіп қалған талай тарих, талай сыр шежірелерге куә. Күн, ай, жыл санап зымыран жылдамдықпен ілгері кетіп бара жатқан мезгіл көшінен біреу ерте, біреу кеш жетіп қала бермек. Бірақ мынау жермен су, мынау желмен ызыңдаған құм қияғы бұйырғанымен теріскейі қалың өскен шағыл бұйраттар өткен уақыттың куәгер тіршілігіндей мәңгілік. Осы мәңгіліктің аясында кезек-кезек ғұмыр белестерін өткеріп жатқан ұрпақ алдында өткеннің, кешегінің қалдырған белгісін өшірмей, бүгінге, ертеңге, болашаққа жеткізу жауапкершілігі тұр. Тек қазіргі мәзіретімен өмір сүріп, келер күніңе не қалдырып, не жеткізетінді ойламау бос өткен тіршілік қана болар еді. Осыны түсінуге ақыл зердесі терең, кереметтей ақылман болудың да қажет жоқ. Тек көкірегің мен сана-сезімің тас меңіреу болмасын.
құм арасындағы марғау жолды оймен қысқартқан жұман исалының отары су ішіп отырған тұрыштан 3 шақырымдай жердегі жалғыз құдыққа іліккенде апанның қысқа күні таусыла келіп батыс көкжиек қызыл шапақтанып қалған шақ еді. Ол үйге бұрылмай қойды асықпай ауылға қарай беттетіп жайып келе жатқан исалының алдынан шықты. Маңдайлығы кере-қарыс түлкі тымағының құлағын артына қайырып байлап алған исалының желқақты жүдеулі өңі кешкі салқыннан аздап қуқылданып көгіс тартыңқыраған. Қапталдан жанамалай келген Жұман онымен ат үстінен қол берісіп амандасты. «Ассаламалейкум». «Әлейкумассалам. Мал жан аман ба, Исеке?» «Аманшылық, Жұман. Өзіңнің де ат көлігің аман қой. Қай бағыттан жол тартып келесің?» «Мол құдық, құр құдықтан бері асып, Қотыс жақтан келемін. 4-5 күннен бері сол төңіректерді аралап шолып дегендей». Шаруаға ықтиятты Жұманның құмдағы құдықтарды аралап көріп жүргендігінің аужайын Исалы айтқызбай-ақ түсінді. Оның бір жөндем шаруа екен, Жұманжан. Малдың өріс-құты осы құдықтардың суының мол аздығына байланысты екендігі рас. Мынадай қары қырбақтанып қана тұрған қыста дұрыстап қарылай алмаған малдың меркенезесі қанып су ішпесе, күз бойы жиған қоңы нәр емес, өзіне зәр боп жабысады. Шүкір, әйтеуір мына жалғыз құдықтың суы күн аралатып болса да малдың шөлін қандырып тұр. Ал бұл болмаса нетерек? Исеке, осындай құдықтар осы құмның 4 бағытында, терістігі мен түстігінде де, күн шығар тұсы мен батыс бетінде де, әудем-әудем аралықтарда баршылық екен. Су мол Қарасай құдық, мол құдық, жар құдық, сыңғырлау матайдағы құдықтарда, мына Жарсайдағы құдық пен Құдастағы құдықтарды айтпағанда аузы бітеліп, ауыз ішіне опырылып, көзі бітеліп қалғандар қаншама. Соларды бір-бірлеп аршып, іске жаратса ғой деген ой болып тұр енді. Ойың әбден дұрыс, шырағым. Мына көрші қонған ауылдардан бір-бір адамнан шықса, қайратты асыған ер азамат болмасақ та, шал-шауқан мына бізде бір дәрмен жасар едік те, пайдасы мен ізгілігін көп болып көретін іске өзіңдей басшының әу дер сөзін ешкімде жерге тастамас. Рахмет, Исеке. Рахмет. Басқа түскен қиын қыстау заманда қолға қару алып соғысқа баруға, жаудан елді қорғауға аяқты сылтытқан мына кеміс жамбас жарамады. Әйтеуір мынау өздеріңіз сияқты аға-әкелердің шаруасына жетекші, бас-көз бола алсақ, сөйтіп майданда от жалының ортасында жүргендерге демеу жасасақ деген бір әрекет қой біздікі. Тұйық, сөзге сараң, ішіндегісін сыртқа көп ақтара бермейтін салқын қабақты Жұманның осы бір сәттегі ақтарыла шығарған жан толқынысын көңілшек Исалы жып-жылы елжіреп, тым-тырыстанған сезіммен қабылдады. Әр күннің жылға татитындай мына замандағы тірлікке ердің ері ғана шыдар. Күркіреген, дүркіреген атыс-шабыс қана жоқ демесең, кіл-кәрі құтаң, қатын-қалаш, көк қарын бала-шағамен үкіметтің жауапты ісін атқарудың қиындығы майдандағы арпалысқан бірде-бір кем емес болар-ау. Мұны күнбе-күн көріп жүрміз ғой өзіміз. Аттың жалында, түйенің қомында тірлік кешіп, көшіп-қонып малдың күйін күйттеген ел-жұртқа бас-көз болып, шаруасының оңғарылуына көмек жасап жүрген қызметің ауырды адал шырағым Жұман. Алда-жалда пәшесті жеңір күн туып, заман күлімдеген кез келсе, еңбегің далаға кетпей көсеген көгерер. Соған үміт еткенің дұрыс. Өзің секілді жөн білер азаматтарға әл-дәрмен жеткенше сүйеу болуға әлі жарармыз, қамшеме бұған. Жұман үндеген жоқ. Оң қолын кеудесіне басып, жүзіне ұяла қалған мейірім шыраймен өзінің алғысты сезімін ұқтырғандай болды. Іргедегі тұрышқа Жұманды жібермей үйіне қондырған Исалы кеш бойы айтылған көп әңгіменің арасында тұрыш ишанның мазарын, мешіті мен медресесін бұзып, тас кірпішінен, ағашынан үй, малшыларға қора салдырмақшы ниеті бар Жарылқасыптан өз құлағымен естіген сұмдықты баян етті.
жарықтық тұр екен. ишан әулиелігінің кереметін айтамда дүниеден өтер алдында үлкен ұлын шақырып алып: балам, менің бұл фәниден көшетін сәтім тақалып қалды. 3 күннен соң сәрсенбіден бейсенбіге қараған күні бақилық болармын. аяқ жетер жердегі туған-туысқандарға хабар салып бақұлдасып қалайын деді. Ұлы сап-сау жүрген әкесінің бұл айтқанына сенгісі келмейтіндей рай танытады. ишан баласының мұнысын мақұлдамай реніш білдіріп, соңғы өсиетін тағы да қайталайды: әкеңнің ақырғы сөзіне құлақ сал, шырағым. Менің енді бұл дүниелік еместігім ақиқат. Жаңағы айтқаныма қоса мына сөзімді де жадыңа ұстап, көз жұмғанымнан кейін өзіңе қарыз қылмай орындарсың. Енді 1 жыл өткесін, алағайда бұлағай заманның есірік желі дүлейлер тұрымтай тұсына, балапан басына дейтін кез туар. Өлінің аруағынан, тірінің обалынан қорықпайтын қызыл көздер тіршіліктің астаңын-кестеңін шығарар. Сондықтан мені елеусіз етіп көмерсіңдер. Әйтпесе көрімді қазып, тыныштығымды бұзып, рухымды қорлар. Ал өздерің сол зауалдың бастарына үйірілуін күтпей көктемге салым жер асты кеңіген кезде бұл маңнан көшіңдер. 5 қаланы бетке ұстаңдар. Тіпті болмаса тескен тау асып, одан әрі қарай өтіңдер. Өтпейінше жан сақтауларың екіталай, деп өсиет сөзін толғамдаған екен. Бұл әлгі аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деп ұрандаған қызыл көз заман. Бай мен әулеттілер кәмпескіленіп, елдің бәрі малы ортақ салынып, баяғы артель, серіктік, колхоз құрылатын жылдардың қарсаңы 28 жылдың күзі екен. Қалай әулие демессің? Бұдан соң жұрттың қолында тігерге тұяқ қалмай, аштан қырылғаны, малы бардың өткені өтіп кетті арғы жаққа. Өтпегеннің баудай түсіріліп қырылғаны, ит жеккенге айдалғаны сол айтқанының келгені емес пе? Енді міне өлі әруақты қорғап, басындағы тамын қасиеттеп салдырған мешітін бұзуға белсенгендер де шықты. Бұл да тұрыш ишанның болашақты айна-қатес дәл болжағанының дәлелі. Құдай, күнәдан сақта, кәпірліктен, кестіктен қорға пендеңді. Исалының сөзін бөлмей тынып қана тыңдаған Жұман өткен жолы Жарылқасыптың өзіне айтқан сөзін есіне түсірді. Сонысын тағы айтқан екен ғой деп ойға қалды ол. Сірә түріне, пиғылына қарағанда оның алған бетінен қайтпайтын сыңайы бар. Ел-жұрттың назарынан қорықпағаны мына дүлейдің. Ертең күні бұл істі өз қолмен істемей, біреулерді бұған итермелейтіні сөзсіз. Сонда тым болмаса қарсылыққа ұрынар-ау деген дүдамал ой басына келді ме екен шіркіннің? Бірақ қайдам, өктем сөйлеп халыққа бостан-бос үстемшілік көрсетуге бейім тұратын мұндайлар түйсігі мұқалғандардың пошымынан ғой. Әйтсе де айтып көру керек болар, бәлкім ойына ой түсер, тоқталар. Жұман ертеңіне жалғыз құдықтан тұрышқа осындай оймен аттанып кетті. Сам көрші жемнен үстіртке қарай өткен кезден бері салмай мінген қара көк айғыр кәдімгідей арып, жүріске сыралдыра бастағалы Жарылқасыптың үстірттің оңтүстік-батыс жағындағы Тасастау қайнарды тебіндеген жылқылы ауылға барып, мұны мініске үйретілген жарақты атпен айырбастау ойында жүреді. Оның енді сәті түсті. Тұрыштың басындағы 4-5 жертөленің бірінде орналасқан дүкеннен өздеріне тиесілі қант, шай, тұз, жермай сияқты оны-мұнын алып келуге кеткен жылқышы Жүрсінбай бүгін оның қолына ілікті. Жүрсінбай соғыс басталған жылы майданға аттанып, алғашқы ұрыстардың бірінде басынан қатты жараланып, Қазанның госпиталінде жарамсыз деген қағаз алып елге оралған. 30-ның үстіне шыққан тұлғалы ірі жігіт. Бастан алған жарақаттың салдарынан тіл, құлағының мүкістігі бар еді. Жарылқасып оған міністік ат керектігін әйтіп-бүйтіп қолмен ымдап түсіндіргесін, ол басын қайта-қайта изеп ұғынғанын білдірді. Сол күні Жүгінбайдың дүкенге келген шаруасын тез тындыртқан Жарылқасып оған жол бастатып жылқылы ауылға қарай тартып кетті.
Бұлар тасастау қайнарға кеш түспей жетті. Бас жылқысы Жүрсінбайдың немере ағасы алпысты молынан еңсерсе де кеудесін тік ұстайтын қайратты мүсәрілінің табынынан бөлініп үйірімен үстірттен шығындап даярдың құмы арқылы сәңкібай асып кеткен қарақасқа айғырдың үйірін тәулім жарым жүріп қайырып әкелген беті екен. Ол Жарылқасыпқа шағына сөйледі. Әбден қорлықты көрсетіп ығырымызды шығарды. Ебелегі мен торғай оты қара жусаны мен ізені іріп тұрған мына тасастауды жерсінбей өз құлын кезінен жайлаған Сәңкібайға қарай үйірін қайырып екі күннің бірінде үдере безе береді. Алеке, не амал істерге білмей таусылдық, деді ол күректей алақанын жайып. Және өзі әбден әккіленіп алған. Жылқының таң алдындағы жусауы кезінде күзеттегі біздің кезіміздегі ұйқы тығылып шалдыға бастаған кезде жылыстап кетеді. Тайлы таяғымызбен баққанымыз осы қарақасқа титықтатып бітті бәрімізді. Әрлі-берлі қуалай бергесін үйірініңде арып жатап берекеті қашты. Тайлы таяғымызбен баққанымыз осы қарақасқа титықтатып бітті бәрімізді. Әрлі-берлі қуалай бергесін үйіріңде арып жатап берекеті қашты. Әсіресе құлындайтын биелерге қиын. Бүйтіп қуалай берсе қайбірінің іші тастауы да мүмкін. Мұңын шағып шаруасының жайын айтқан аңқылдақ мүсәлінің ойында дәнеңе жоқ. Жарылқасып оған дүрсе қоя берді. Шаруаға қырыстығы бүркемелегін келе ме? Немене сарнап отырсың маған? Айғыр қашаған болса ұйықтама, күні-түні ат үстінен түспей бақ. Мемлекеттің малына бұлайша жауапсыздықпен қарауға саған кім права берді? Осыдан бір бие іш тартса басыңмен жауап бересің. Түсіндің бе? Мұндай тосын әрі өктем мінезді күтпеген бір адамдай адуындығы бар Мүсірәлі қапелімде абдырап қалды. Я ақталарын, я кешірім сұрарын білмеді. Апырай-а, енді Алеке сөздің былай реті келгесін айтылған жайт еді. Әйтпесе жылқы малын бағудың қиыншылығын көріп келе жатқанымыз бұл бір емес қой. Мен сенен қандай қиындық көріп жатқаныңды сұрағалы келгенім жоқ, деп кесіп тастады Жарылқасып. Қиындықты кім көрмей жүр? Қыруар малдың қыстан шығынсыз шығуын ойлап, жар құлағымыз жастыққа тимей, ат үстінен түспей сабылған менің де шекемнің шылқып жүрген шамалы. Екі бетінің ұшы бұлтиған ақсары бәйбіше Нұрғайша күйеуіне бастықтың өкірең үстем мінез көрсете сөйлегеніне ішін жиып қалды. Күйеуінің шамшыл кілт етпесін білетін ол, сонысы ұстап қалмаса жарар еді деген қауіппен бұған жалтақ-жалтақ қарай берді. Мүсірәлі бірақ сырт бермеді. Отырған орында бірер ырғалып қозғалақтай болды да тырс демеді. Жарылқасып та одан ары бұл жайттың төңірегіндегі сөзді өрбітпеді. Таңертең жылқыға Мүсірәлімен бірге барған ол қашаған қарақасқа айғырдың үйірін Жүрсінбайға қайта-қайта қайырмалатып арнайы көріп шықты. Омырау биік, тоқпақтай кекілі маңдайындағы қасқасын түгел жапқан тұрқы ұзын ірі айғыр мойнын төмен иіп, үйірін шырқ айнала тарпып бүлкіл қағады. Құлақтарын жымың қояды. Қайратты, жүрдек әрі тұлғасы да келісті. Айғырға Жарылқасыптың көңілі қаттауды. Қаракөкті осыған айырбастаса қайтеді деген ой бір сәт жылт етті. Оның астындағы Қаракөк қанша дегенмен айғыр деген аты бар емес пе? Үйірді көргенде құлақтарын қайшылап, үстіндегі иесінің тізгінді тарта ұстаған тегеурінен босанғысы келгендей, оқыранып кісінегісі келгендей, басын жұлқып қалды. Мініске түсіп, жабыланып қалғаны болмаса, Қаракөкте нағыз үйірдің айғыры екенін Мүсірәлі бұның тыпыршып оқыранғанынан жазбай таныды. Жарылқасып қолын көтеріп Жүрсінбайға жарар енді, үйірді қуалай бермей тоқтат дегендей белгі жасады. Қарақасқан қалай өзі, мініске үйретілген бе? Деп сұрады ол оң жақ қапталына үзеңгісін соғыстыра кеп тұрған Мүсірәліден. Мініске де жегіске де салынып жүрген айғыр ғой, бірақ үйірге түсіп құр жүргеніне биыл екінші қыз, деді ол бұл сұрақтың мәнісін аңғарып. Қаракөгін
тебіне түсіп жылқының арасына қарай кірген жарылқасып үйірін табыннан шеткерірек қайырған қарақасқадан әлі көз алмай қараумен келеді. мүсірәлі атын ілбіте оның соңынан ілесе берді. қалай ойлайсың, мына қаракөк қарақасқаның үйіріне бірден түсіп алып кетер ме екен? Ол тізгінін тартып мүсірәліге тағы да сұраулы кейіппен көз тастады. үйірге түсіп жүрген айғыр сияқты ғой өзі. алып кетер, деді жарылқасымның не айтпағын түсініп қабағына барлай қараған ол. бірақ алдымен қарақасқаны бірер күн осында мініп кішкене бастықтыру керек болар. қарақасқадан оңай құтылатындығында ойлап ішіңнен қуанып тұрған боларсың әуе. Ол мысқылды бір жымиыспен бұған суық қарады. жоға, о не дегеніңіз? қарақасқаны мініске түскен бе деп сұрағасын айтып жатқаным да. Айтып жатқаным дейсің бе? Айтып жатқаным? Айтып жатсаң ұстат онда, көрейік бір әуселесін мықты неменің. мүсірәлі қолын бұлғап Жүрсінбайды қасына шақырды да қарақасқаға бұғалық сал дегенді түсіндіріп ымдады. Ол шумақтап ертең басына байланған қылдан есілген бұғалық арқанды қарына іліп алып астындағы жұлқынып тұрған шаптар бестіні тебініп қалып ытқи жөнелді. үйірдің шетіне қарай шығып айналсоқтай берген қарақасқа бұғалық өзінің мойнына ілінеді дегенді қаперіне алмаған болуы керек. қыл шылбыр қылта тамақтан тұсақталғанда барып оқыс шыңғырып пәрменмен жұлқына шегіншектеп төрт тағандай мөңкіп түсті. бұғалықтың ұшын тақымынан өткізе шірене тартқан Жүрсінбай қарақасқаның бұдан артыққа шамасы келтірмей тапжылтпай тастады. делеңдеп пыр-пыр еткен қос танауынан бу атқып алдыңғы аяқтарын жерге тік шаншыған айғыр өктем еркіндігінің қыл арқанның тұзағына біржолата түскенін бір-ақ білді. үдере жөнеліп барып андай жерден үркектеп шоғырланып тұрып қалған үйірінің оған септесер көмегі жоқ еді. Жүрсінбай сол бұғалық шылбырмен ноқталап байлап ілкідегісіндей емес пәсейіп қалған қарақасқа айғырды жетекке алды. сол күні жүгенделіп арқасына ер салынған айғырды бастықтырмақшы болған Жүрсінбай тасастаудың төңірегінде бір әудем уақыт мініске салып сар желітті. ұмыта бастаған тірлікке тосыңқырай қарап үркектей түсіп бас тартқызбай ытырынып кетуге шақ тұрған айғыр еріксіздікке қақпайға біртін-біртін бой үйретіп келе жатқандай ыңғай танытты. қалың жалының түбін шершіткенде ғана үрдіс желіске салынған айғырдың басын Жүрсінбай деміл-деміл тартып көп шаршатып шалдықтырмады. қарақасқаның міністік бапта тұрғанына көз жеткен Жарылқасыптың көңілі тоғайып қалды. әп бәрекелді, бабында екенсің, деді айғырдың мойнынан сипап тұрып. енді сенің күшіңді құмның ішінде жүріске салып көрсек қалай болады? Алеке, Жүрсінбай ертеңде жуастыңқырап кішкене бастықтырсын. қанша айтқанмен 2 жыл басына жүген тимеген неме шалыс мінез көрсетіп қалып жүрер, деді мүсірәлі айғырдың әлі де болса үргелектеу тосыраңқы қалпына барлай қарап. жуасып қалған тәрізді, мініп байқай қалды мен. болмаса көрерміз. Жарылқасып оның айтқанына бірден көне салғысы келмеді. қане тізгінінен мықты ұстап тұр, мен мінгенше, әйтпесе үзеңгі сияқты алдыртпай ытқып кететін түрі бар сияқты. мүсірәлі жүгеннің қос делебесін біріктіре ауыздыққа жақын жерден мытып ұстап қарақасқаның басын кегжите тапжылтпай тартып тұрды. Жарылқасып сол аяғын үзеңге салуға ыңғайлана бергенде айғыр бөксесін кілт бұрып артымен айналып кетті. осылайша тұрған орында тыпыршып айналып үзеңгіге оның аяғын іліктірмей әуреге салды. қайты деймін амалғын, деп кіжінді Жарылқасып. үстіңе бір мінсем көресің, көрсетер едім бәлем. тәк жануар, тәк. мүсірәлі енді жүгенді қос қолдап ұстап тартты. болмайтын іс, Алеке, сізді тосырқап тұр. болады, болғанда әдемі болады, деді ол ашудан қызара бөртіп. тыпыршытпай табандатып ұста қане. жан дәрмендеп бір кезде үзеңгіге аяғын іліктірген ол бір қолымен ердің басын ұстап ауыр денесімен әупірімдеп көтерілем дегенше айғыр кілт жұлқынып ытқып кетті де мүсірәлі жүгеннен айырылып қалды.
үзеңгіге аяғын салып көтерілгенмен ерге орныға алмай, ол зор салмағымен тепе-теңдікті сақтай алмады. Оң аяғы екінші үзеңгіге ілінбей бір қырындай бұлт етіп ытып кеткен айғырдың оң қапталынан әрі ауырып, жерге анау-мынау емес қатты құлап ұшып түсті. Таңертеңнен бері бас еркінен айырылып, адамның ырқына тұтқындалған қарақасқа айғыр тізгіннен босап сытылып жөней берді. «Кетті анау, жүрсін бай, қайыр бері, ұста!» деп айқайға басқан Мүсірәлінің қатты құлап есеңгіреген Жарылқасыпқа қапелімде көңіл аударуға да мұршасы болмай абдырап қалды. Қатқыл жерге бір жамбастай екпінімен құлаған оның бетінің бір жағына жусанның қатты түбіртегі сыдырып түсіпті. Орнынан ауырсынбай тұрғанымен ол қас қағымда басы зеңіп, көз алды қарауытқандай болғасын шайқалақтап барып бір-екі аттады да тізерлеп отыра кетті. Қарақасқа айғыр жүрсінбай әні-міні деп атқа қонғанша қара үзіп ұзап, қайыру берместен табынға қарай тартты. «Алеке, ойпырмай, әйтеуір аяқ-қолыңыз сау ма? Қатты құладыңыз-ау!» Мүсірәлі оның қолтығынан сүйеп орнынан тұрғызуға әрекет жасады. «Жер шық жасайық, жер шық, етіңіз ауырып қалған шығар, ауыртпалығын жер көтерсін!» Ол дереу Жарылқасыптың құлаған жерінен тырналап, алақанына топырақтың болар-болмас жұғынында шаңытын алып «Бісміллә, бісміллә» деп оның басынан 3 рет айналдырды. «Жә, жетер енді», деді Жарылқасып зілді үнмен. Орнынан тұрып, қаракөл келтірісінен тігілген құлақшынның маңдайлығын түзеп қайта киді. «Ұстап әкеліңдер анау хайуан немені, өзінің сазайын жақсылап тұрып беру керек». Арқасы ертен босаған Қаракөк Қарақасқаның үйірін салғаннан иемдене алмай бөлініп шет қақпайлай берген бірер қулық бие қысырықтар мен құнаншығарларды қуалап тістеп, мама биелерді омыраумен қағып, деміл-деміл алдыңғы аяғымен жер тарпып, оқырана кісінеп дегендей өзінің айғырлық сесін көрсетумен әлек еді. Көсем болудың, басшы болудың қиын қарекетін бір кездері үйірді шырқ айналдыра білген сақ айғырға қайта бастау оңайға түспеді. Өзін онша мойындағысы келмеген жаңа үйірге күштілігін, қайтпас еркі мен жігерін көрсете білу керек-ті. Міністік көлік болу дағдысынан, біреудің тізгін еркінде болған бағыныштылық қалпынан бірден үстемдікке, өктемдікке ауысу әрекетін Қаракөк батыл бастай алмағанмен табиғи түйсігі қанын қыздырып, жалы күдірейе түсті. Үйір түс әлетіне қарай оның ырқына мойынсұнғандай ыңғай көрсетіп, саяқтана берген бірен-сараны болмаса жайбырақат тебіндей бастаған еді. Тебіндеуге оншалықты ден қоймаған Қаракөк басын жерге сирек-сирек қана иеді де құлағын қайшылап деміл-деміл оқырана кісінейді. Ендігі жерде көсемдерің мен біліп қойыңдар дегендей бытырап тебіндеген үйірдің шетін бір мезет орағытып, мойын төмен салып, құлағын жұмған күйі желе жортып өтеді. Оның бұл қожайындық жаңа тірлігінің ышқына кісінеп, үйіріне алқын-жұлқын қайтып оралған Қарақасқа айғыр бұзды. Ә дегеннен Қаракөкке дүрсе қоя берген ол мұны омыраумен қаға-маға ызғып өтті. Кілт бұрылып, тура маңдайды бетке алып қарсы шапшыды. Алдыңғы қос аяқпен қатты серпісіп, бірін-бірі құлақ шекеден тістемекке әрекет етісті. Ішін тарта қиқулап кісіней шыңғырған екі айқыр қанжоса болғанша опалаңды-топалаң қырғын майданға түсті. Басын құрсаулаған жүген, аузына қарш-қарш тиіп, езуін бұрған ауызды Қарақасқа айғырға қарсыласының жалына мыйты ауыз салуға кедергі жасады. Ал Қаракөк болса тістесіп, шайнасудан өзінің есесін жібермеді. Құлақ шекеден шоқтықтан бірер жайнап түсіп, бірақ омыраумен соғысуда, алды-артымен тебісуде Қарақасқа одан басым еді. Бір-бірімен алапат шайқасқа түскен айғырлардың бір төбелесіне Жүрсінбай мен Мүсірәлінің ұзын құрықтарын серпіп, екі жақтан көрсеткен қыспағы да араша бола алмады. Ақыр соңында қыл арқан бұғалық Қарақасқаның мойнына қайта ілінді де, билік үшін күрестің қан майданында ол амалсыз жеңіліске ұшырады. Қыл арқанның тұсағы оны қайтадан қармауына түсіріп, бұл жолы жіпті аяусыз қылғындырды.
жеңу үшін, билігін қайтару үшін күрескен айғыр өзінің бас билігі адамның өктем қолында екенін хайуандық түйсігінен заматта адажды шыңғырған болатын. Енді міне сол тегеурін шыбын жанын көзіне көрсетіп, қылта тамақтан буындырып, демін тұншықтырып барады. Билік емес, өмір сүрудің, тірі қалудың тәттірек екендігін сезіндіріп барып, мойын босатқан қыл арқан басына қайта ноқталанды. Жарылқасып Мүсірәлінің қарау дара ауыз мылтығын үйден алып шығып, Қарақасқаны жетекке алып келе жатқан бұларды жертөледен былайырақта күтіп тұрған еді. Оның нені ойға алғанын Мүсірәлі білді. Аттан түсе салысымен, ойбай-ау Алеке, бір ашуыңызды қиыңыз, тілсіз хайуаннан бұлайша өш алғаныңыз қалай? Естір құлаққа жат нәрсе болмай ма? Деп шырпыры шыққан оған Жарылқасып қолын бір-ақ сілтеді. Бұл мал болып жарытпайды. Үйірге салсаң бір күні бүкіл бір үйірін жылқыңнан айырылып қаласың. Мініске де жарамсыз екен, жаңа көрдің ғой. Жазым ете жаздады, деді ол қолындағы оңтайлай ұстаған дара ауыздың шүріппесін қайырып. Мұның құны бір оқ, өзім жауап берем. Бұдан арғысы қас қағымдай заматтың арасында болды да тынды. Құлақ шекеден тиген оқ Қарақасқаны сол тұрған орында морт сұлатып түсірді. Самсыз болып состиып қалған Мүсірәлі де, Жүрсінбай да мына сұмдыққа араша тұра алмады. Бауыздап адалдаңдар, деп бұйыра сөйледі Жарылқасып. Етін Тұраштағы сарайшыға өткізесіңдер, еңбек күндерінің есебінен қойшыларға таратып береді. Қарақасқа айғырдың үкімі біржола осылай кесілді. Жарылқасып жылқыдан жарау әрі жуас төртөбел атты ұстап мініп, сол күні тұрышқа қайтып кетті.